Ой, менің байы бүгін ішпеді ғой. Ішпеймін ғой мен. Неге ішпедің? Қалдырмадыңдар ғой айуан ау. Мына мен іштің ғой, мына мен іштің ғой. Менің балам өнерлілігіңді ана шығарып қойдың ортаға. Өнерін көрсетсін дедіктен. Мұрнына шарик шығарған өнер ме? Ана жерде ұялдық қой. Орамал іздеп кеттік қой бәріміз. Платошка десе? Платош жетпей қалды ғой ана. Шай құйшы. Ана торға конвертіне ақ пустой бер. Кім біліп барады ғой не? Ешкім білмейді болып пустой кете берсін де. Мен оған ат жөнімді жазып қойдым. Фамилиямен бірге қосып жазбадың ба? Жазып қойдым. Сен құртып жүргенсің ғой бәрін айуан ау. Бәсе біздің тойға бәрі пустой конвертпен келді ғой. Ой, міне. Төркін әкеп аласың үйге. Үйге бір күн қонсы дедік та. Тойхананың жанында тиіп тұр ғой үйлері. Мына жерге таксимен келдік қой, таксимен. Қаға сидырасың? Сен тілек айтпашы не? Қосағыңмен қосағар деген не тілек ана бе? Не болыпты? Апам бір өзі ғана жерде атам жоқ қой. 60 жылдық қой бұл. Қосағым дегенде де дұрыс айтпадың ғой сен айуан ау. Беташарда анау адамды позор. Ойбай тыныштық па? Тыныш емес. Әруақтардың жанынан абыл менің атым жазып қойғансың бір өзім шықтым ғана жерге. Жаныңдағылар аяқта. Қой, кетейін, рахмет саған. Қайға? Атамның жанына. Мен ше? Сен құрым, шешеңнің қасына.